Сәлеметсіңдер ме балалар? Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектеп. Информатика пәні. 5 сынып. Ақпаратты цифрлық тасымалдағыштар. Информатика пәнінің мұғалімі Айтжанова Сымбат Тұрғанбаевна. Сенің білетінің. Цифрлық ақпарат тасымалдаушылардың мақсаты. Цифрлық ақпарат тасымалдаушылардың түрлері. Ақпаратты қабылдауға арналған адамның сезім мүшелері. Сенің меңгеретінің. Цифрлық ақпарат тасымалдаушылардың түрлерін ажырату. Цифрлық ақпарат тасымалдаушылардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау. Компьютер ақпаратты өңдеуде тек 0 немесе 1 цифрлармен жұмыс істейді. Компьютердің көмегімен берілетін ақпарат 0 немесе 1 тізбегінен тұрады. Мұндай ақпарат цифрлық ақпарат деп аталады. Цифрлық ақпаратты өңдейтін құрылғыларды цифрлық құрылғылар деп атайды. Ақпаратты цифрлық жолмен өңдеудің нәтижесінде құрылғылардың өлшемдері кішірейіп, жұмыс сапасы артады. Мұндай құрылғылар мобильді құрылғылар деп аталады. Мобиль ағылшын сөзі қозғалмалы, тез орындау деген мағынаны білдіреді. Мобильді құрылғылардың дамуына байланысты интернет те дамыды. Сымсыз интернет, Wi-Fi пайда болды. 1968 жылы Xerox фирмасының ғылыми зерттеу орталығының басшысы Алан Кей көлемі блокноттай желіге сымсыз қосылатын компьютер жасауға ұсыныс берді. Ал 1979 жылы ақш-та әлемде алғашқы ноутбук жасалды. Заманауи цифрлық құрылғылар. Ағылшын тілінде ноутбук сөзі блокнот деген ұғымды білдіреді. Дербес компьютер, пернетақта, монитор, қуат көзінің ықшам түріндегі жинағынан тұрады. Ұялы телефон сымсыз байланыс жасауға арналған құрал. Алғашқы ұялы телефон 1973 жылы ақш-та жасалған. Планшет сенсорлы экранмен жұмыс істейтін құрылғы. Планшетте командалар саусақпен не арнайы қаламмен басу арқылы жүзеге асады. Планшет ең көп қолданатын цифрлық құрылғылардың бірі. Электрондық кітап. Электрондық кітап өзіміз қолданып жүрген кітаптың электрондық нұсқасы. Электрондық кітапқа 100 деген кітапты салып жіберуге болады. Ол кітап оқуға ыңғайлы, көзге кері әсері аз болатындай етіп жасалған. Ақпаратты тасымалдағыштар. Магнитті тасымалдағыш, оптикалық тасымалдағыш, флеш тасымалдағыш. Магнитті тасымалдағыш дискеттер сыртқы HDD дискілер болып бөлінеді. Оптикалық тасымалдағыштар CD дискілер, DVD дискілер және VD дискілер. Флеш тасымалдағыштарға жад карталар, флеш жадтар, CCD дискілер жатады. Қатқыл диск HDD файлдар мен программаларды ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады. Флеш жад жеңіл қораппен қапталған микросхема. Флеш жад көмегімен ақпаратты тасымалдау жылдам, сенімді әрі қолайлы. Оптикалық диск жоғары тығыздықпен жазба және цифрлық деректерді сақтау үшін пайдаланатын оптикалық тасымалдағыш. DVD-R ақпаратты бір рет жазуға арналған лазерлік дискілер. DVD-RV ақпаратты көп рет жазуға арналған лазерлік дискілер. Үйге тапсырма. Суретте бейнеленген құрылғылардың қайсысын жиі пайдаланасың? Екінші сұрақ. Цифрлық құрылғылардағы ақпаратты қалай сақтап тасымалдауға болады? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.